Сәлем достар, сіздермен бірге логикалық сұрақтар арнасы. Алда сізді ойлануға мәжбүр ететін 20 логикалық сұрақ күтіп тұр. Әр сұраққа небәрі 5 секунд беріледі, сондықтан бар зейініңізді жинап тез ойламыз. Дайынсыз ба? Онда бастаймыз. Айта алмайсың, бірақ айтпасаң болмайтын нәрсе не? Қалған уақыт 5 секунд. Жауап: үнсіздік. Екінші ойын. Өзіңдікі, бірақ оны көбіне басқалар қолданады. Жауап: атың. Жүрген сайын азаяды, бірақ мүлде жоғалмайды. Бұл не? Жауап: із. Из жүрген сайын жұқарады, бірақ жоғалмайды. Из жүрген сайын жұқарады, бірақ жоғалмайды. Бар, бірақ көрінбейді. Барлық жерде бар. Ол не? Жауап: ауа. Сезесің, бірақ көрмейсің. Онсыз өмір жоқ. Сұрақ. Айтылған сайын қысқара береді. Бұл жауап: сөз. Алға ғана жүреді, ешқашан артқа қайтпайды. Ол не? Уақыт. Өзіңмен бірге жүреді, бірақ ұстай алмайсың. Бұл не? Уақытыңыз бітті. Жауабы: көлеңке. Ол әрдайым қасыңызда, бірақ қолыңыз жетпейсіз. Қараңғыда ғана көрінетін нәрсе 5 секунд. Уақыт бітті. Жауап: жұлдыз. Бар, бірақ салмағы жоқ. Бұл не? Ой. Сынғанмен жөнделмейтін не? Уәде. Өзің көрмейсің, бірақ оның барын сезесің. Ол не? Жел. Ашпайынша ішін білмейсің. Бұл не? Жауап: кітап. Өзі тұрмайды, бірақ басқаны тұрғызады. Ол не? Жауап: ереже. Жоғалған сайын қымбаттайды. Бұл не? Жауап: сенім. Айтылса бар, айтылмаса жоқ. Ол не? Таптым. Бұл сөз. Дұрыс таптың ба? Лайк бас. 16-лы ойын. Сұрақ. Басы бар, бірақ денесі жоқ. Бұл не?
жауап тиын. Өзіңдікі, бірақ сен оны көрмейсің. Ол не? Жауабы тыныс. Түнде келеді, таң атқанда кетеді. Бұл не? Жауап: ұйқы. 18 ойын. Тағы да сұрақ керек пе? Жазыл. Ғанымен ешқашан жерге түспейді. Ол не? Уақыттың бар болғаны 5 секунд. Жауап: жүрек. Ол сынуы мүмкін, бірақ ешқашан жерге құламайды. Ойын. 20-шы ойын. Сұрақ. Бір рет айтылса, қайта оралмайтын нәрсе? Дұрыс жауап. Сөз. Ойынға қосылғандарыңызға рахмет. Жек 20 логикалық сұрақ осымен аяқталды. Қаншасын дұрыс таптың? Нәтижеңді міндетті түрде комментарийге жаз. Осындай тапсырмалар ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып қой. Біздің арнада жаңа видеолар күнде. Қазақстан уақытымен кешкі 7-де шығады.